Қайырлы күн оқырмандар, менің есімім Арайлы, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қарапайым заттардан оңай әрі тез жасалатын қатпарлы, қытырлап тұратын самсалардың рецептісін ұсынатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ең бірінші қамырымызды әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, бөлме температурасындағы су және тұз қажет болады. Тұзымызды суға салып, толықтай араластырып аламыз. Тұзымыз толықтай еруі қажет. Және де ұнымызға қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа қамыр бізде шығу қажет. Енді осы дайын болған қамырымызды целлофановый мешочкқа салып, тынуға қоямыз. Бөлме температурасына тындырып аламыз. Енді тынған қамырымызды көп тындырудың қажеті жоқ. Біз шамамен 10-15 минут тұрса жеткілікті. Қамырымызды өз ыңғайымызға қарай бөлшектерге бөліп аламыз. Мен 4-ке бөлдім. 4-ке бөліп, әрбір бөлшектерімді домалақтап аламын дағы. Қазір жеке-жеке жаятын боламыз. Ұн себе отырып, қамырымызды жайып аламыз. Жұқартып, алдын ала ертіп алған сары майыңызды немесе маргариніңізді үстіне толықтай жағып, жан-жағына 1-2 минут қоя тұрамыз. 1-2 минуттан кейін видеода көріп отырғаныңыздай кеспеге дайындаған сияқты қамырымызды шиыршықтап жинап алатын боламыз. Бұл қамырымыз дайын, қоя тұрамыз. Қазір екінші қамырымызды жаямыз. Екінші қамырымызды да жұқалап жайып, үстіне сары майымызды жағып шығамыз. Толықтай сары майымыз жағып шыққаннан кейін, бұны да 1-2 минутқа қоя тұрамыз. Сол кезде кішкене майымыз кебеді, қатады. Сол кезде жаңағы бірінші қамырымызды шетінен бастап, екінші қабат қылдырып, осы қамырды үстінен тағы да шиыршықтап аламыз. Және де видеода көріп отырғандай да жасасаңыздар болады. Арасындағы артық ауалар сыртқа шығады. Міне біздің қамырымызды енді целлофановый мешочкқа салып, шамамен 1 сағаттақ тоңазытқышқа қоямыз. Үшінші қамырымызды да жайып, үстіне майымызды жағып майлап, бұны енді екінші әдісі бар. Осы қамырдың үстіне екінші қамырды қоя саламыз қазір. 1-2 минут өткеннен кейін, міне екінші қамырымызды да қойдық. Екі қамырды бірақ орайтын боламыз. Әрбір қамырдың арасына май жағу қажет. Майымыз жаққаннан кейін 1-2 минут тұра тұруы да қажет. Өйткені біздің қамырымыздың қатпарлы болуына өзінің септігін тигізетін болады. Мінекей толықтай жағылды. 1-2 минут қоя тұрамыз. 1-2 минуттан кейін шетінен бастап қамырымызды шиыршықтап алатын боламыз. Толық шиыршықтап алғаннан кейін бұның да артық ауасын шығарамыздағы тоңазытқышқа қойып қоямыз. Шамамен 1-1,5 сағатқа, 1 түнге қалдыруларыңызға да болады. Тіпті қатырып қойып, қалаған уақытыңызда жасасаңыздар да болады. Мінекей 1 сағат уақыт өтті шамамен. Қазір осы қамырымыздан орташа көлемдегі самса жасайтын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша кіші немесе үлкен пішінде жасауларыңызға болады. Видеода көріп отырғандарыңыздай кесіп алдымдағы екі жақ шетінен бүктей отырып, домалақ қамыр жасап аламын әрбіреуін. Және де ортасына өз қалауыңызша салма салуларыңызға болады. Бүгінгі пайдаланатын салмамыз фарш, картоп және пияз. Ұсақтап турап араластырып алғаннан кейін дайын болған алдын ала дайындалған қамырымды ұн себе отырып жайып, қатты жұқартпаймыз. Міне видеода көріп отырғандарыңыздай жасасаңыздар болады. Ортасына салмасын салып, классикалық түрдегі самсаны түйетін боламын. Өз қалауларыңызша басқалайша да түйеулеріңізге болады. Жақсылап түйіп алғаннан кейін майланған табаңызға немесе пергамент қағазын төселген табаңызға салып, бір жұмыртқаны жарып, жағып шығамыз.
әдемілік үшін бетіне мен кунжут себетін боламын. Кунжут, мак сепсеңіздер болады, немесе ештеңе сеппей-ақ пісіріп алсаңыздар өте әдемі шығады. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градустағы шамамен 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын болды. Қатпарлығы түрінде тұр. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ас болсын. Келесі тәтті дәмді рецепттерде жолыққанша сау болыңыздар.